Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сырты қытырлап, іші жұмсақ қатпарлы болып шығатын түрік елінің бөрегін дайындайтын боламыз. Өте дәмді әрі ерекше жолмен жасалынады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға жарты ас қасық тұзымызды салып, кішкене араластырып, оның үстінен салқын суымызды салып, қамырды жақсылап илеп аламыз. Толық құрамының барлығын описанияға жазып қалдырып кетемін. Егер де описанияда жазылған ұн жетпей жатса, кішкене ұнды себе отырып, илеп жіберсеңіздер болады. Ең соңында осылай салафанға салып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Кішкене тынғаннан кейін тағы да бір рет алып, илеп, тағы да 10 минутқа осылайша салафанға салып қоямыз. Кейін міне қамырымыз өте жұмсақ, қолға икемге оңай болады. Барлығын 100 граммнан бөліп аламын. Мен осылай таразының көмегімен әрқайсысын бірдей қылып бөліп алдым. Егер де сіздерде таразы болмаса, шамалап көздің мөлшерімен бөліп ала берсеңіздер болады. Барлығын осылай дөңгелек етіп, бетін жауып қойып тұрамыз. Салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге тартылған етке, тартылған пияз және де көк пиязға тұз, бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Егер де пиязды блендерден өткізіп алдым, мен сіздерде блендер болмаса, майдалап турап жіберсеңіздер де болады. Әрбір бөліктерімізді жайып аламыз. Мен осылайша 4 бөлікті бірден жайып аламыз. Кішкене ұнның көмегімен, кішкене ғана ұлғайғанша етіп, 4-еуін бірінші жайып аламыз. Осылай жабысып жатса, кішкене ұн сеуіп отырып, жайсаңыздар да болады. Енді бізге крахмал қажет болады. Кукурузный осылай біріншісін жайып, кукурузный крахмал сеуіп, екіншісін, үшіншісін, төртіншісін арасының барлығына кукурузный крахмал сеуіп, үстінен қатылы оқтаумен осылай жаятын боламыз. Бұл крахмалды сепкен себебіміз бізде жайылу өте оңай болады және де қамырларыңыздың арасы мүлде жабыспайтын болады. Кішкене жайып болғаннан кейін осылай ашып, қайтадан кукурузный крахмал сеуіңіздер, себебі осылай шеттерінің барлығы бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Енді екеулептен жайдым. Осылай екеуінің арасына кішкене тағы да кукурузный крахмал сеуіп, жақсылап барынша жұқа болып, қамырымыз ұлғайғанша жаятын боламыз. Қамырымыз барынша осылай жұқа болып жайылғаннан кейін сары майды водяной баняда немесе микроволновкада ерітеміз де осы қамырдың арасына жағып шығамыз. Енді салмасын осылайша орамаға салғандай етіп салып шығамыз. Барлығын жұқалау етіп көп салып жібермеңіздер. Шетінен бастап арасына ауа кіргізбестен осылайша бір-біріне жабыстыра отыра орап шығамыз.
Енді біздің қамырымызды дәл видеодағыдай ұлу тәріздес етіп орайтын боламыз. Бір ескертетін жайт, кукурузный крахмалды көп сеуіп жібермеңіздер, себебі қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Екіншісінде дәл солай арасын сарымай жағып, салмасын салып, шетінен бастап ораймыз да, ұлу тәріздес етіп орап, осы кезде пешімізді 180-200 градуста міндетті түрде қыздырып қоямыз. Өздеріңіздің пештеріңіздің үлкендігіне қарай осылай 3, 4, 5, 6 қоя берсеңіздер болады. Енді жұмыртқамен кішкене сүтті араластырып, біздің бөректеріміздің бетіне жағып шығамыз. Және де бетіне әдемілігі үшін кунжутпен мак сеуіп шықтым. Менде қара кунжут болмай қалды. Қара кунжутпен ақ кунжутты араластырып сепсеңіздер өте әдемі көрінеді. Алдын ала қыздырып қойған пешімізде беті қызарғанша шамамен 50 минуттай пісіріп аламыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, дәмі өте әдемі болып шығады. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Арайлым.